Осы күні бір адамдармен сөйлесіп отырсаң, бір республикалық ақпарат агенттігінің тілшісімен сөйлесіп отырғандай әсерде боласың. Бәрінен хабардар, бүкіл сенсацияның бәрін біліп отырады. Кім қандай қызметке барды, кімнің қандай ақшасы бар, қанша ақшасы бар, қай әнші бір қандай шетелде саяхаттап жүр деген сияқты бәрін біліп отырады. Бірақ сол біліп отырған, жинап алған жаңалықтарының бәрі бір қара басына қандай пайда берерін енді мен білмеймін. Өйткені енді өздеріңіз де білетін шығарсыздар, жұма күні бір сенсацияға толы болып шыққан газеттер, басылымдар ертеңіне ақ әжетханада жатқанын талай көргенбіз. Қазір ақпарат көп, шектен тыс көп. Адамдардың миында бір перегруз, ойлануға уақыт жоқ. Бір сәт тоқтап ойланайын десең, келесі ақпарат кеп түседі, сосын келесісі кете береді. Ғалымдардың осы күнгі айтуынша, ми байғұсқа бір мәліметті қорытып, анализ жасап, асықпай шешім қабылдау үшін орташа есеппен бір 23 минут уақыт керек екен. Әлеуметтік желілер бізге ойлануға 23 минут уақыт беріп жатыр ма? Әрине жоқ, ойланбаймыз, ойланбағасын миымыз жұмыс істемейді, ми жұмыс істемегесін адам дамымайды. Адамның дамымауы ол не? Ол деградация, ол дегенерация. Ал дегенерат адам қалай болашақ, отбасы, бала тәрбиесін уайымдайды. Ертеңгі күніне ол қалай жоспар құрады? Көшеде наушник киіп жүрген адам көп шығар, бірақ информацияның уына, залал, радиациясына қарсы противогаз киіп жүрген әрине ешкім жоқ. Мен айтайын дегенім, жігіттер, миыңызды барынша мусордан сақтағыңыз келсе, инфопабликтардан барынша көп отписка жасағаныңыз дұрыс.